Сәлем қыздар, сіздермен хичини дайындайтын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Ол үшін алдымен бізге 300 грамм айран қажет болады. Осы айранымызды ыдысымызға құйып аламыз. Одан кейін кішкентай шай қасықпен жарты шай қасық ас содасын саламыз, және 1 шай қасық тұзымызды қосып жақсылап араластырамыз. 5 минут өткеннен кейін біздің айранымыз көпіршиді. Осы көпіршігеннен кейін ұнымызды саламыз. Ұнымыздың барлығын бірден салып жібермейміз, бөліп салатын боламыз. 400 граммдай ұн қосасыздар. Егер сіздердің қамырларыңыз сұйық болып жатса, тағы да қамырдың мөлшеріне қарата қоссаңыздар болады. Одан кейін қамырымызды міндетті түрде ұзақ көп рет иінін қандырып тұрып илейтін боламыз. Біздің қамырымыз жұмсақ болуы керек. Одан кейін оны пакетке салып қоямыз. 30 минут ол пакеттің ішінде тұрады. 30 минуттың ішінде біз ішіне салатын салмасын дайындайтын боламыз. Ол үшін ішіне қосатын аскөгімізді турап аламыз. Кез келген аскөгті пайдалансаңыздар болады. Мен укроп пен көк жуаны пайдаландым, және ішіне сырды қосатын боламыз. Кез келген сыр қолданып пайдалансаңыздар болады. Одан кейін асылған піскен картобымызды осылай үкіштің көмегімен өткізсеңіздер де болады. Немесе егер сіздердің картошкаларыңыз жұмсақ болатын болса, вилканың көмегімен езіп пюре жасап аласыздар. Менің картошкам ыстық, сондықтан ішіне салған сары майым тез еріді. Егер сіздердің картошкаларыңыз суыған болса, ендеше микроволновкада ішіне қосатын сары майларыңызды ерітіп алып қосасыздар. Шамамен 40-50 грамм сары май қоссаңыздар жетеді. Және оның ішіне мен 3 штук картошка қостым. Яғни біздің 3 штук картошкамыз 400-500 граммдай болып қалады. Одан кейін қамырымызды осылай бірнеше бөліктерге кесіп аламыз. Видеода көрсетілгендей ортасынан кесіңіздер, одан кейін тағы да ортасынан кесіңіздер. Солай кесіп алсаңыздар, сіздердің қамырларыңыздың формасы бір тегіс бірдей болып шығатын болады. Ешқандай таразыға салып грамдап отырудың қажеті жоқ. Одан кейін ішіне салатын пюресінде осылай бірнеше бөліктерге пышақпен кесіп алыңыздар. Себебі кейбір бөліктеріне көп салынып, немесе кейбіреуіне жетпей қалмас үшін өзіңізге ыңғайлы болады. Міндетті түрде қамырларыңызды пакетпен жауып қойыңыздар, себебі бөлме температурасында тұрса да қамырларыңыз кеуіп қалуы мүмкін. Осылай 12 штукқа бөліп аласыздар. Барлығын қамырымызды жаямыз, одан кейін ортасына осылай салмасын саламыз. Құрметті достар, егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде каналыма тіркеліп кетіңіздер. Қазақша каналдың дамуына өзіңіздің үлесіңізді қоса отырып, көптеген пайдалы рецепттерді менің каналымнан қарап көрсеңіздер болады. Одан кейін қамырымызды салмақ салмай оқтаумен жайып шығамыз. Қатты басып керек емес, өзі жақсы жайылатын болады. Одан кейін осындай 2 ыдысқа мен тез бітіру үшін 2 табаға пісірдім. Егер сіздердің табаларыңыз біреуі майды қажет ететін болса, осылай майды ерітіп, табаңыз қызған кезде маймен істейсіздер. Одан кейін мендегі таба блинчиктікі, оған май қосып қажет емес. Одан кейін қамырларыңыздың барлығын бірінші жайып алыңыздар, өйткені тез пісетін болғандықтан жайып үлгермей қалуларыңыз мүмкін. Сондықтан барлығын бірінші жайып алып, одан кейін барып пісіруге кірісесіздер. Және орташа температурада пісіреміз. 2 бетін айналдыра отырып, сарғайғанша пісіріп аламыз. Біздің тек қамырларымыз піссе болды сыртындағы, өйткені ішіндегі начинкасының барлығы піскен. Сыртындағы қамыры осылай қызартып, сарғайтып пісіріп алатын боласыздар. Осылай піскен хичиниіміздің үстіне барлығын майлап отырамыз. 2 бетінде майлаймыз. Мінекей біздің хичиниларымыз дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Үнемі бір ғана пирожкиді емес, осындай қылып жасаңыз, дәмі пирожкидан мүлдем бөлек. Сондықтан міндетті түрде 1 рет болса да осыны жасап көруге кеңес беремін. Жасап көріңіздер, ас болсын.